Керемет, Ахмет Серікқалиұлы. Сіз бізді таң қалдырудан шаршамадыңыз. Рахмет. Ал құрметті комиссия мүшелері, қандай шешім қабылдаймыз? Ондай болса, Ахмет Серікқалиұлы, біз сіздің шәкіртіңізді комиссия мүшелері бір ауыз шешіммен Америка Құрама Штаттарында өтетін халықаралық дәстүрлі аспаптар байқауына Қазақстан Республикасы атынан жолдама береміз. Құтты болсын. Рахмет. Үлкен рахмет сіздерге. Сенімдеріңізді ақтауға тырысамыз. Ал, құрман айналайын. Бүкіл қазақ халқы саған сенім артып жатыр. Ата-бабамыздан қалған мұра. Қазақтың қара домбырасының үнін бүкіл жер шарына шырқады. Қазақтың күйін бар әлем тыңдасын. Құтты болсын. Рахмет. Рахмет сіздерге. Ал Құрманжан, айналайын. Саған қазақ халқының үлкен аманаты жүктеліп отыр. Бұл домбыра қазақ халқына жаратқан иемнің өзі берген үлкен сыйы. Соны ұмытпа. Домбыраның қоңыр үні арқылы ата-бабаларымыз қазақ халқының қандай мықты жау жүрек, тату, бірлігімен берекеті жарасқан ел екенін жеткізген. Енді сол аманат саған жүктеліп отыр. Қазақтың намысын берме. Жаратқан ием сені қолдасын. Рахмет, ұстаз, үмітіңізді ақтаймын. Құрманжан, айналайын. Мен де сен сияқты шәкірт болған. Менің де ұстазым болған. Бір күні ұстазым, мына домбыраның үнін өшірме. Бұл домбыраның үні өшкені, қазақтың үні өшкені деген. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген. Енді міне сол сәт саған келіп жетті. Мына домбыраны мен саған сыйға тартам. Ала ғой. Айналайын. Рахмет, ұстаз. Сіздің және халқымның үмітін ақтаймын. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегендей болалар. Бұл домбыра біздің қазақ халқымыздың ұлттық құндылығы мен бабаларымыздың бізге қалдырған мұрасы. Осы Құрманғазы, Тәттімбет, Дина Нұрпейісова, Жамбыл Жабаев, Біржан Сал және де басқа да атақты ақын, жыршы, күйшілеріміз арқылы, осы домбыра арқылы қазақ халқының үнін, даласының үнін жеткізген. Міне солай балалар. Ал Дина, үй жұмысына дайынсың ба? Иә, ағай, дайынмын. Ал енді тыңдайық. Керемет дайындалыпсың. Ал, балалар, келесі айда Астана қаласында өтетін байқауға осы өнер мектебіміздің атынан Дина барғалы тұр. Сәттілік тілеп қояйық.
Ассалаумалейкум рахматуллахи баракату. Қалайсың, ахи? Амансың ба? Уалейкум ассалам рахматуллахи баракату. Осман ұстаз, қалайсыз? Альхамдулилля, жақсымын. Бірінші. Екінші. Стажер дайынсыңдар ма? Бірінші дайын, жолдас полковник. Екінші дайын. Стажер дайын, жолдас полковник. Стажер, айналаңдағы қыздарға қарама. Бірінші. Эфирде артық сөз етпейміз. Кешіресіз, жолдас полковник. Абдусалип, маңызды іс болғалы тұр. Стафираллах, бұл бидағатшы бейнамаз. Кәпірлерді бұл жерден құрту керекпіз. Алланың жердегі көлеңкесі, Абдулла ұстаз айтқандай, халифат құру біздің басты мақсатымыз. Біз Алланың хақ жолындамыз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ұстаз, өткендегі парақшалар дайын ба? Альхамдулилля, Алланың қалауымен дайын. Телефоныңа жібердім, көш. О, машаллах. Керемет қой мына ұстаз. Абдусалит, мен мұқияттында осы парақшалардың бәрін әр жұма сайын бүкіл әлеуметтік жүйелерге тарататын болыңдар. Түсіндің бе? Альхамдулилля, түсіндім ұстаз. Бұл парақшада қазақ тілінде жұмаға шақыру. Жұма мүбәрәк мағынасын білдіреді. Ал араб тілінде жихадқа шақыру. Бұл кәпірлер дымды да түсінбейді. Бір-біріне таратып, сотталып жүре берсін. Ұстаз, сонда түсінбедім. Бір-біріне таратқан үшін соттала ма? Иә. Қылмыстық кодекстің 256 бабы бойынша терроризмді насихаттау 5 жыл мен 9 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Машалла, ұстаз. Мынауыңыз керемет қой. Ол дінсіз жахилдерге бір жақсы соққы болайын деп тұр. Аллаху акбар, ұстаз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Құрманжан, сен бісің? Құрман? Бөгде бір адам кеп қосылды, жолдас полковник. Иә, көріп тұрмын. Стажер, кім екенін анықташы? Жарайды қазір. Жолдас полковник, 3-ші адам Бекжігітов Ақниет Серікқалиұлы 1975 жыл туылған, музыка мектебінің мұғалімі, домбыра класынан сабақ береді. Абдул Саидтің бұрынғы мұғалімі. Мен ешқандай да құрман емеспін. Қалай? Мен ғой ағайын. Мен сені танып тұрмын. Сен менің шәкіртімсің ғой? Құрман Нұржігітұлы. Субханалла, ешқандай да құрман емеспін деймін. Менің атым Абдул Саид. Абдул Саид, кім бұл? Астағфиралла. Ұстаз, жахилдердің біреуі ғой. Қалай өзгеріп кеткесін? Құрман, қалай өнер қалай? Мен сыйға тартқан домбыраны тартып жүрсің ба? Шәкірттерің бар ма? Астағфиралла, қандай шәкірт, қандай домбыра? Субханалла. Домбыра деген сіздің бидағат, ширк ол. Сен? Мен сізді танып тұрмын. Ақниет ағай ма? Иә? Мен қазір Алла жолындамын. Сіз менің ұстазым емессіз. Менің ұстазым Осман Али. Алла жолында емес. Шайтанның ширк жолындамын десеңші. Субханалла. Ата-бабаларымыздың бізге қалдырған мұрасы. Қара домбыраның үнін өшіргенін десеңші. Астафиралла, не айтып тұрсыз? Сіздің айтып тұрған ата-баба дәстүр исламның орнына да келмеген ғой. Сол баяғы адасқан ата-бабалардың артынан жүрсіңдер ме әлі? Бауырым, сен олай қателеспе. Біздің ата-бабамыз тура жолда адаспаған. Дәлелің бар ма оған? Әрине бар. Ата-бабамыз аттың үстінде отырып, бір найзаның ұшымен, бір білектің күшімен, осыншама кең байтақ жерімізді аман алып қалған. Және де бізге мына ұрпақтарына мұра етіп қалдырған. Ата-бабамыздың мақал мәтелдері болсын, көне сөздерінде Құран мен хадиске сүйеніп айтылған. Мысалыңды келтірші оған.
Аққа Құдай жақ. Алла деген құр қалмас. Ұлы Абай атамыздың Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз ешқашан жалған болмас деген. Енді айтшы бауырым, осы жерде кім адасқан? Білмейді екем ол жайлы мен. Ендеше ұстазбын дейсің, е? Ұстаз болсаң айтшы. Фатиха мен Ықылас сүресінің мағынасын түсіндіріп берші. Не үшін жауап беруім керек? Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір адамның көңілін қалдырған Қағбаны қиратқанмен тең деген. Құрман. Қазанды ұстама, күйесі жоғат. Жаманға жолама, бәлесі жоғат деген. Осыны ұмытпа. Үшінші адам кетті, жолдас полковник. Жолдас полковник, екі объект жайында. Кет. Сто, тез, сто. Жүрме, со жүр. Сіз Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекстің 255-256 баптар бойынша терроризм насихаттау бойынша тұтқын алдыңыз. Жүнді жүктер алып кетіңдер. Абдулсаид? Абдулсаид емес, ұстаз. Құрманмын ғой. Мына жетті осатыңдар. Өзі білі, кәпір. Арғы дүниеде жолғамыз сен. Алланың алдында менің арым таза. Өзі білі. Жүрдер, жектерін алып жүрдер. Субханалла. Өзі білі. Мен сені жамандыққа қимадым. Сіздің шәкіртіңізбін ғой мен. Жамандықпен күреседі. Қалай? Балашаға бар ма? Балашаға жоқ. Үйленген жоқпын, бойдақпын. Шығармашылық не болып жатыр? Шығармашылық... Сіз маған сыйға берген домбыраны қарындасыма бергем. Қарындасым сіздің шәкіртіңіз. Дина есімді қыз. Дина? Иә. Ендеше сол Дина саған ұқсаған еді. Келесі айда Астанаға байқауға жолдама бердік. Мынауыңыз керемет жаңалық, ұстаз. Мен жетпеген жетіске қарындасым жетіп отыр десеңізші. Иә. Әлі талай-талай белестерді, асуларды алатын қыз. Бүгінгі күннің өзекті мәселесі ұрпақ тәрбиесі. Ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы.